Бүгінгі біздің түсіндіретініміз ол процедуралық дағдылар. Ең алдымен процедуралық дағдыларды бастамас бұрын біз қолымызды өңдеп алу керекпіз. Яғни қолымызды біз 151 бұйрық бойынша 2 желтоқсан 2022 жылы қабылданған. Ең басымен біз қолымызды өңдемей тұрып этикалық, яғни ешқандай қолымызда сақина, білезіктер болмау керек, тырнағымыз боялмау керек, боялған болмау керек, яғни тырнағымыз дұрыс алынған болу керек. Ең бірінші қолымызды жумас бұрын біз өзімізге керекті температурада суды дайындап аламыз. Одан кейін керекті мөлшерде сулы сабынды қолымызға құйып алып, үдемелі түрде қолымызды жуып бастаймыз. Яғни қолды жуу 6 сатыдан 5 реттен қайталанады. Бірінші алақанымызды, одан кейін екінші қолымызбен бір қолдың саусақтарының арасын сыртынан жуып аламыз. Одан кейін ішінен жуамыз. Екінші қолымыздың саусақтарының арасын ішінен жуып аламыз. Одан кейін құлыпқа. Одан кейін екінші қолымыздың саусақтарымызбен екінші қолдың бас бармағын жуып бастаймыз. Білекті ала тұра хирургиялық әдіспен, яғни шынтаққа дейін алып кетеміз. Солай екінші қолдың саусақтарымен екінші қолдың бас бармағын, 5 реттен екінші қолдың білегін шынтаққа дейін ала кетеміз. Одан кейін, яғни екінші бір қолымыздың тырнақтың ұшын екінші қолымыздың алақаны 5 реттен жуып алу керекпіз. Одан кейін қолымызды шайнамыз. Суды шынтақпен жағамыз. Бір реттік пайдаланатын салфетканы 2 салфеткамен қолымызды сүртеміз. Кептіріп болғаннан кейін арнайы дезинфекцирующий средствомен қолымызды тағы да өңдеп аламыз. Шынтақпен басып тұрып, қолымызға керекті мөлшерде алып, жаңағы 6 сатыны қайталаймыз. Яғни алақанымыздың ішін саусақтарының арасын жақсылап өңдеп аламыз. Құлыпқа. Одан кейін бас бармақты білектен алып тұрып, екінші қолымызды солай қайталаймыз. Кейін барып, жұмыс орнына келіп, яғни әзірлеймін. Ол үшін бізге стерильді лотогымызды алып, бірінші мақта шаригімен, арнайы спирттелген мақта шаригімен жасап тұрып өңдеп аламыз. Осыны тастаймыз. Ол үшін әрі қарай біз процедурамызды жалғастыру үшін 4 мақта шаригі қажет болады. Дайындалғаннан кейін, яғни натрий хлор ерітіндісі осының бүтіндігін, жарамдылық мерзімін, мөлдірлігін тексеріп аламыз. Яғни мерзімі барлығы дұрыс болғаннан кейін дайындап қоямыз. Одан кейін біз арнайы ерітінді жіберетін жүйеміз. Оның да жарамдылық мерзімін тексеріп аламыз, бүтіндігін тексеріп аламыз. Сосын кейбірде бұндай жүйелер құрастырылмаған болып келеді. Егер де құрастырылмаған болса, сыртындағы пакетін ашпай құрастырып аламыз. Егер де бүтін болса, процедурамызды жалғастыра береміз. Осыны тексеріп алғаннан кейін бізге 2 лейкопластырь қажет болады. Жгутымызды, подушкамызды дайындап аламыз. Натрий хлорын колпачогын алып, агласына тастаймыз. Бетін бір мақталы шарикпен жақсылап тұрып сүртіп аламыз. Өңдеп мақта шаригінің аузында қалдырамыз. Жүйемізді алып, арнайы ашылатын жерінен ашып аламыз. Сыртын агласына тастаймыз. Одан кейін тұрғылықты жерін ашып, колпачогын ашып, агласына тастап, етімізге жасап тұрып аламыз. Ауа көзін ашып, жауып, одан кейін системамыздың штативке келіп, ауа сүзгіштің 3-тен 1 бөлігін толтырып аламыз. Одан кейін жүйемізді ашып, ауасын жүйеп аламыз. Жүйемізде ешқандай ауа қалмауы қажет. Жауып, дайындап қоямыз. Одан кейін жгутымызды, подушкамызды алып, лотогымызды алып, пациенттің қасына жақындаймыз. Пациентке келіп, яғни өзімді таныстырамын. Мен Қарлығаш Жәнібекқызы, яғни сізге дәрігердің тағайындауы бойынша натрий хлор ерітіндісін енгізуім қажет. Сіздің идентификацияңызды білсем бола ма? Аты жөніңізді айтса кетсеңіз. Жақсы, идентификацияңыз сәйкес келіп тұр. Яғни сізде натрий хлор ерітіндісіне ешқандай аллергиялық не жоқ па? Реакция жоқ па? Жоқ, да? Сіз маған осы ерітінді беруге рұқсат етесіз бе? Мен сізге процедураның жағдайын түсіндіре кетейін. Яғни натрий хлор ерітіндісі ешқандай ауырсыну туғызбау қажет, туғызбайды деп ойлаймын. Яғни процедуралық
процедураны бастауға рұқсат етсеңіз. Бастаймыз. Науқастың яғни бірінші темір жамылғысын тексеріп аламын. Темір жамылғысында ешқандай ісінулер жоқ, абсцесс жоқ, жара жоқ. Одан кейін, егер де пациенттің үстінде қалың киім болса, шешінуін өтемін, өтінемін. Ал егер де жұқа киім болса, көтеріп дайындап аламын. Ал егер де пациенттің қолында киім болмаса, арнайы салфеткамен жүгірттің астына, яғни теріні қысып қалмау үшін қойып аламын. Тері жамылғысын тексеріп алғаннан кейін жүгіртпен жақсылап бекітіп аламын. Қолмен жұмыс жасауын сұраймын. Ал егер де пациент өзі жұмыс жасай алмайды, қолмен жұмыс жасамайтын жағдайда болған кезде, өзім қолмен массаж жасаймын. Венаны тартқаннан кейін бастап, мақта дәнегінен сүртіп бастаймын. Яғни жоғарыдан төмен қарай. Бірінші үлкен аймақты жақсылап тұрып, спиртті мақтамызбен сүртіп аламыз. Одан кейін матан аймақты. Және инъекция беретін жерімізді сүртеміз. Мақта шаригін, үшінші мақта шаригін, төртінші, бесінші саусағын ортамыздан қалдырамыз. Инеміздің колпачогын шешіп, тереңді латекат бастаймыз. Екінші саусағымызбен басып тұрып, еркіндің инесін өзімізге қаратып аламыз. Тамырға жайлап емізе бастаймыз. Яғни тамырға түскен түспегенімізді камилесіне байқап тұрамыз. Яғни тамырға түскеннен кейін науқастың жағдайын бақылап тұрамыз. Жүгітті шешеміз. Науқастың жағдайын бақылап тұрамыз. Науқастың жағдайын сұраймыз. Жағдайыңыз жақсы ма? Темір жамылғысын тексереміз. Ешқандай қызарулар, ісінулер жоқ. Ерітіндімізді жайлап жібере бастаймыз. Ерітіндіні жайлап жіберіп, пациенттің жағдайын бақылап тұрамыз. Барлығы жақсы ма? Жақсы. Қышынулар жоқ қой, ешқандай ісіну жоқ. Жүйемізді дайындаған лейкопластерімізбен бекітіп аламыз. Иненің беті ашық қалмау үшін жаңағы үшінші мақтамызбен иненің бетін жауып қоямыз. Ерітіндімізді осылай жайлап тамшылатып, науқастың жағдайын бақылап отырамыз. Пациенттің ерітіндісі аяқталды. Ерітіндіні жайлап вентилін жабамыз. Мақтаны ұстай отыра, инені аламыз. Пациентті қолын бүгіп отыруын сұраймыз. Инемізді латопқа салып, жұмыс орнымызға алып кетеміз. Ерітін инесін арнайы Б класс лотогына салып аламыз. Жүйені алып Б классына саламыз. Пайдаланған лотогымызды алып, арнайы дезинфекциялық ерітіндіге әкеліп жуып аламыз. Сосын арнайы дезинфицирующий салфеткамыз бар. Сонымен жұмыс орнын барлығын сүртіп аламыз. Яғни жүгіртімізді болғаннан кейін қолғабымызды шешеміз. Классына тастаймыз. Қолымызды қайтадан 151 бұйрық бойынша өңдеп аламыз.